Бұл өтірік қашан тоқтайды? Мынау бұл жаңа Қазақстан емес, бұл жалған Қазақстан болып бара жатыр. Оны ұялмай айтамыз. Әне күні анау өстіп айтты, керемет айтты деп соған қарық боламыз. Айтты деп күлеміз. Ойнады деп күлмейміз. Мен айналамда тәңірші де бар, салафиті де бар, вахабисі де бар, басқасы да бар, христиан да, буддасы бар. Қаншама адаммен араласып бірге өмір сүріп жатырмыз. Мен олардан көрген жамандығым жоқ, олар менен көрген жамандығы жоқ. Еңбекші Қазақ ауданының төңірегінде. Енді менің өз өмірдегі ұстаным, оны маған біреу зорлап істеткен жоқ. Біреудің тапсырмасымен, өкіметтің тапсырмасымен істеген жоқ. Өзім таңдап алған жолым. Сондықтан оған көп арыз айтпаймын. Менің бар арызым, бар арманым сол ашылған театрлардың мына өкіметтен штатын дұрыстап берсе. Бермей жатқан жоқ, беріп жатыр. Бірдей екілеп, ақырындап келіп жатыр. Дегенмен де біз әлгі болған дүниенің бірден бәрі жақсы болып кеткенін қалаймыз ғой. Құрығанда бір 10 штат, өзіміз сұрайтымыз 15 штат еді. Ауылда талантты жастар көп. Бәріміз айтамыз, осы қаладағы Алматы мен Астанада дүркіреп жүрген өнерпаз атағы шыққандардың көпшілік ауылдан шыққандар. Демек олардың тамыры сол ауылда жатыр. Әлі де бар, Құдайға шүкір, сол балалар. Сол жастарға театр аштық дедік та, олар аға біз театрға жұмыс істегіміз келеді дегенде штатын жоқ айнадан қоя жатыр деуіміз мінекей 3 жылға айналып бара жатыр. Осы мәселені көтеріп, шапқылап, бүкіл әкімшіліктің табалдырығын тоздырдым. Парламент мәжілістің алдында да жиналыста сөйледім. Соның барлығы әйтеуір ақырын бірте нәтиже шығып жатыр. Бірден бола қоймайды, ана балаларға жаным ашиды. Ертең анау штатты күте-күте күдер үзілсе, мынау асабаның армиясын көбейтіп тағы да тентіреп кетеді. Былайша айтқан кезде талантты жастарға бір дұрыс қолдау болмай тұрған жай бар, иә? Сол мына әлгі аттандаймыз өзі. Ойбай жастарды жұмыспен қамтимыз деп. Өкіметтің бағдарламасы бар. Жастарды, біздер сияқтыларды емес, жастарды жұмыспен қамтайық дейді. Енді жұмыс орны ашылды ғой, мен жеке театр емес ол. Ол сол аудандық мәдениет үйінен ашылып жатқан театрлар. Сол мәдениет үйіне көп жұмыс істейді. Жастар енді жарайды, жастар жұмыспен қамтыр, өндіріске, енді мемлекетімізге керек дүние құрылысқа, өндіріске, жаңа ғылым мен техникаға барып жатқан жастарға мүмкін алдыңғы қатарлық бірден бар шығар ондай мүмкіндік. Енді өнерге барам деген баланың не қылмайтын қағамыз? Өнерде, спортта біздің мемлекетіміздің көрсеткіші емес пе? Ол ауылдағы өнер дамып керемет болып тұратын болса, қаладағы өнер ауылдан сескенеді, ойбай аналар бізден жақсы болып бара жатыр, бізде көтерілейік дейді ғой. Расында осы Алматы облысының бір ерекшелігі сөзге шешен болып келеді жастар. Мұқағалиды жаттап өсетіндіктен ба? Талантты жастар көп шығар, иә? Жақсы, көп. Тіпті Арман баяғыдағы менің әкем мен шешем жұмыс істеген халық театрында. Ол кездері ауылда әйтеуір таланты бар, мынау сахнаға лайық екен деген балаларды әке-шешелеріміз, өнер адамдар өздері шақырып алып, өздері тәрбиелеп, менің әкемнің көптеген шәкірттері осы күнге дейін бар. Өнерге баулып жіберген, әлгі Құдайдың берген дарынымен ары қарай алып кеткен. Ал енді қазіргі заманда өнерге актерлік оқытып жатқан колледждер көп. Алматының өзінде екеуі, мына Жүргенов академиясы мен Жүсіпбек Елебеков колледжінің өзі актерлерді тәрбиелейді. Ал колледжді бітірген балаларды үлкен театрлар ала қоймайды жұмысқа. Ауылда сол дипломы бар, сондай жастар көп. Көріп отырсыз ба, дипломмен ауылға деп барып алғандардың өзінде де сол жастар елеусіз қала береді. Ауылда мал бағат деген өндіріс жоқ, ол өйткені сені өзің малың, өзіңнің бала-шағаң өзіңе кетеді, ол сырттан біреу жұмысқа алып жатқан жоқ. Бірен-саран шығар енді қарапайым бір жұмысшыларға тракторист, анау керек болса алып жатқан. Ал негізінен фермерлер өз отбасымен, өз бала-шағасымен күнелтіп отыр. Ол сырттан адам жұмысқа алмайды. Жарайды, ауылда құрылыс жүріп жатса, дамып жатса, құрылысқа баратын шығар жастар. Ал мынау ашылып тұрған, ашып беріп қойып отырған дүниемізге неге өстіп штат беруге біздікі әлі сараң болып келе жатыр, мен соны түсінбеймін. Мен парламентте жаңағы сөйлеген кезімде вице-министріміз айтып қалды. Анау жылы мемлекетіміздің мәдени шараларға бөлінген қаржысына 189 миллиард қайтып келді деп. Жаным шығып кете жаздады, қайтадан сөз сұрадым.
қайта жаңағы абырой әйтеуір сөйлеңіз, айтыңыз, не айтқыңыз келді деді. Мен айттым, мемлекетте ақша жоқ десеңдер, онда штат бермей отырғандарға көнер едім. 189 миллиард қайтып келіпті ғой, мен сол миллиардты сұрап отырғам жоқпын, мен жаңағы 10 шақты жас балаға штат сұрап отырмын. Сол неге шешілмейді деп. Сол жерде депутаттар стол тоқпақты, Масқардың айтып отырған дұрыс. Мынау масқара, қолға алу керек. Бәрі керемет сөйлеген. Енді осы жылғы мамырда сол парламентте өткен жиын аз-мұздың 2 жыл болайын деп тұр. Одан кейін сол жерде қызыл сөз сөйлеген депутатымды үндемей қалды. Сол жерде отырған вице-министрлерді, сол жердегі небір шешендерді ары қарай жоқ, әңгіме жоқ. Оны естімеген, көрмеген болады. Сонда ол парламенттің жиналысында құр спектакль, әйтеуір жұртқа көріну үшін, парламентте жұмыс жасау үшін жасалды ма сонда? Міне біздің мемлекет, өкімет мына онлайн болған карантин кезінен бастап бір өтірікті бастап бердік. Онлайн есеп беру. Онлайн видео түсіріп, онлайн сурет салып. Мен өзім сол өтіріктердің көбіне куә болып жүрмін ауыл жерге барған кезде. Жаңағы жұмыс жасап отырғанымызда жүгіріп келеді бір бөлім. Ойбай көп жақсы адам бар екенсіз ғой, оны бесіңіз міне жүріп отыра салыңыздар, қолдарыңызға қағаз ұстай салыңыздар. Мына бір тіл жайында бірдеме өтті деп суретке түсіре салайық. Көмектесіңіздер, қиылып тұрған балаларды көрген ал жарайды деп қолымызға отырып газет бірдеме, бір қаулы бір нәрселерді қолымызға алып сөйлеп тұрған болып суретке түседі. Жаңағы 15-20 адамды бала жағынан, мына жағынан, ананың да сөйлеп тұрған суретке түсіреді. Ертесінде фейсбукты желілерді қарасаң, кеше осындай үлкен шара өтті. Жаңағы жемқорлыққа қарсы, болмаса терроризмге қарсы, осындай дүние өтті деп, ана погоны бар біреуді суретке әкеліп түсіріп қояды да, бітті. Ол ауданға кетеді, аудан облысқа жібереді, облыс республикаға жібереді, қыруар жұмыс жүріп жатыр, Құдай санасын. Осы өтірікті тоқтататын қашан болар? Онлайн біткеннен кейін тоқтайтын шығар деп ойлағам. Ол одан ары гүлдеп кетті. Енді мысалға мәдениет үйі ешқандай жаңағы ішкі саясаттың бастығы да білмейді, басқа да білмейді. Мәдениет үйі өзіміз бір шара дайындаймыз. Мәселен, болмаса мен бір спектакль қоямын. Сол спектакльді қойған кезде бұл саясаттағылардың керемет жері, сол спектакльдің алды артында қандай мереке, қандай күн бар бірдемені біле қояды, болмаса бір тақырыпты көре қояды да. Мінекей мынау тақырыпқа байланысты ауданымыз осындай мәдениет үйі жаңағы отчетымызды береміз, суретін саламыз. Мен де мақтанып, міне спектакль болды деп салам. Ертесі мәдениет үйі, аудандық мәдениетінде осындай спектакльдің премьерасы болды деп салады. Оның кейін тіл басқармасы деген бар, тілдерді дамыту орталығы. Тіл дамыту орталығы мен мінекей осындай болып, тілге көңіл бөлді деп, ол сол суретті қайта салады. Одан кейін ішкі саясат салады. Мынандай тақырыпқа сай осындай немене қылып спектакль өтті деп. Үшінші күн ауданның әкімі салып отырады, біздің ауданда осындай не болды. Әрқайсысы өзіне тартып отыр. Бір дүниені бүкіл аудан түгел отчет беріп, есеп беріп қойып отырады. Бұл өтірік қашан тоқтайды? Мынау бұл жаңа Қазақстан емес, бұл жалған Қазақстан болып бара жатыр. Интернет қопарып отырып, өзімнің мына Ресеймен, жан-жақтағы өнерпаздармен байланысым бар, хат алысып тұрмын мына желі арқылы. Содан Германияның Франкфурт на Майне қаласында өтетін халықаралық фестивальға қатысуға болады онлайн дегенді көріп қалдым. Қарасам театрлар бар екен. Сосын мен Қарадала театры мен жаңағы Хан Тәңір театрының екеуінің видеосын салып, сол фестивальге қатыстырып жібердім. Қорытындысы адам таңғаларлық болды. Ол жерде 3 категорияда театрлар. Біреуі кәсіби театр, екінші жаңағы әуесқой театрлар мен студенттік театрлар, үшінші балалар театр. Ал мен ана анкетасын интернетпен толтырғанда Қарадала халық театр деп жазайын десем сыймайды. Қарадала театр деп сыйды. Хан Тәңір театр деп сыйды. Сөйтіп Хан Тәңір Қарадала театр деп жазып жібергесін, аналар театр деп есептепті да, ол жерде әуесқой студенттік театр емес, бірден кәсіби театрлардың ішіне екеуі түсіп кетіп, Европа, Ресей бойынша 23 театр қатысты. Қарадала театры гран-при, Хан Тәңір театры бірінші орын жеңіп алды. Міне ашылғаннан кейін 1 айдың ішінде. Бұл енді мінекей бүкіл Европа 2 театр ашылмай жатып шулады 2 театрың бар екен. Әлі де олардың тізімінде тұр. Маған әлі де неше түрлі фестивальдарға шақырту келеді. Енді онлайн емес, бару. Бірақ оған қаражат керек. Қаражат жақ қинайды. Көптеген фестивальдар мінекей ана халықаралық деңгейдегі сол театрлар кезінде. Мына Қаракемердегі балалар театрын сол жылы Мәскеудегі өтетін жаңа жылдық театрлар фестивалі болып жатқанда балалар театры қатысатын. Оны сол жерге
бір спектаклін қойып жіберіп едім. Ол да сол Мәскеудегі халықаралық театрдың бірінші орнын жеңіп алды. Мінекей 3 театрымда сондай деңгейге келді. Енді оларды әрі қарай жылжытуым керек. Мен Алматыға Ақтауты Райымқұловадан өтініш жасап, мына Ғабит Мүсірепов театрына 2 дүйсенбісін сұрап, 2 спектакльді де Қарадаланда, Хан Тәңірде Алматы көрерменіне көрсетіп алды. Әлі де сөйтіп әкеліп тұрума болады. Мен Алматы қалалық мәдениет басқармасымен келістім. Мына қазір Қуыршақ театры мен Алатау дәстүрлі театр сол қалалық мәдениет бөліміне қарайды. Аға мүмкіндігі бар, не мына зал, не мына залдарға өзіңіз қалаған кезде өтінішіңіз беріп отырсаңыз, біз сіздің театрларға жағдай жасап көрсетіп отырамыз деп келістік біз. Енді мен оларды өсіп Алматыға келіп сөйтіп көрсетіп отырамын. Өзіңіз білесіз, әлгі Тұңғышбай Жаманқұлов Әл-Тарази дейміз қазірде, сол кісімен Арыстанбек Мұхамедиев арасында біраз дау болды. Қазақ баспасөзінде, ақпарат құралдарында шулады. Енді кейін мәлім болғандай жағы зәулім ғимараттары, түрлі керемет жағдайының бар екен ролик ретінде тарады Арыстанбек мырзан. Сөйткен кезде біздің ұлттық музыкада жүрген әншілеріміз дейміз, өнерпаздарымыз бәрі қандай жағдайда? Қайыршылық деңгейде. Қайыршылық деңгейде. Бұл көпшіліктің кәдімгідей ашуына тиген жағдай енді расында да. Өзіңіз сол видеороликпен таныстыңыз ба? Сол жағдайын көрсеткен? Мен таныспақ тұрмақ, мен сол кезде жұрттың бәрі Тұңғышбай ағамнан теріс айналып кеткенде, ей айналайын ағайын арашай керек деп ең бірінші Facebook бетіне жаздым. Менің сол жазғанымды Дат газеті басып шығып, содан кейін біраз адамдар беті бері қарады. Мен ешкімнің атын атағып түсін-түстеп жазғаным жоқ. Зиялы қауымға арнадым сол жазбаны. Барлығын белгілеп тұрып. Әркім өз ішінен түсінді мен кімді айтып отырғаным. Ойбай Тұңғышбай менің әнімді орындады. Тұңғышбай менің өлеңімді оқыды. Тұңғышбай менің спектакль пьесамды қойды. Тұңғышбай менің тойыма келіп өсіп кетті деп жүргендердің барлығы тым-тырыс болып қалды. Сендерге осы жарайды алса алған шығар. Енді тепкілете бермесеңдер, тоқтатсаңдар мынаны. Не көрінді? Өнерпаз деген аты бар. Ал енді мінекей Арыстанның басына анау әңгіме шығып, видео шығып, Арыстан ұсталып еді, барлығы 180 градусқа айналып, Құдай замасын. Енді қорықпай Арыстан жайлы пікірлерін жазып, оңбаған өстіп еді, мынау бүйтіп еді, мынау сөйтіп еді болып, Тұңғышбай ағамыздың проблемасы бәрі ұмытылып, қазір барлық жерде қайтадан тұқаң болып жүр. Адал болу керек адам өзінің ұстанымына. Мен өмірде Заманбек Нұрқадыров өзімнің арқамнан қағып, маған көп көмек жасаған азамат. Мен сол кісіні қаншама жыл жазып келем, айтып келем. Сосын өзімнің ұстазымды сатқам жоқ, ұстазыма адал бол. Өкпем мысалға жоқ емес, ұстазыма өзімнің өкпем болған. Бірақ ол өкпені мен өмір ұстаздың алдына мен сіз өстіңіз, бүйттіңіз деп бетіне айтқан емеспін. Бірде-бір адамға оны айтып бөліскен емеспін. Менің Тұңғышбай ағам мен өстіп өкпеледі. Оны кейінге сырып қойдым да жүрміз. Қазір мінекей екеумізден сырлас, екеумізден мұңдас адам жоқ. Әлі де сол қасиетіміз, сол достығымызды, сол адалдық, ұстаз бен шәкірттіктен гөрі қазір біз достыққа ауысып кеттік. Құдайға шүкір, ағамызға ғұмыр берсін. Ал енді ол кісіні жамандап, жаңағындай бұқпантайлатып жіберген адамдардың өзінің не болғанын көрдіңіздер. Енді шын мәнінде өнер емес, сол бір кезеңдерде саясатқа айналып кетті ме, алай дүлей болып кетті? Саясатқа да, өнер ақшаға айналып кетті. Ластанып та кетті деп айтуға болады ғой. Біз мына өнерде ертең ұрпақ көріп мақтанатындай дүние емес, бүгін пайда келтіретін өнер жасап жатырмыз қазір. Қиыны сол. Ертең де жұрт, ой, мынау барып көрекші дейтін дүние азайды. Бүгін пайда келетін нәрсе болса болды. Түсірген киномызда, көрсеткен концертімізде, шоу, жарқ-жұрқ, алақ-жұлақ айтатын әзілімізде бүгін тыңдайсың, күлесің, ертесің соны тыңдасаң, күлкің келмейді. Болды. Ертең де ары қарай өмір бақи жалғаса береді. Мысалға, менің кейбір әзілдерім бар, барған сайын жұрт сұрай береді, соны қайталап жүрбешті. Баяғы Құдай берген Тоқсын Мейірман ағаларымыздың бір ойнаған рөлін жұрт қайта көрсең, қайтадан көріп күле береді. Өйткені ол жерде актерлік өнер бар. Характер, образ жасау, неше түрлі гриммен, адамның өзі сол қылықтарымен жасау. Қазір неге күліп жүрміз? Қазір құр сөзге күліп жүрміз.
Оны ұялмай айтамыз. Әне күні анау өстіп айтты, керемет айтты деп соған қарық боламыз. Айтты деп күлеміз. Ойнады деп күлмейміз. Ал енді өздерінің ата-аналарынан сұрап көрші, баяғы Құдайбергеннің қандай әртісі? Ой, Құдайбергенде әртіс жоқ. Ой, Мейірманда әртіс жоқ дейді. Солардың не айтқан есіңде бар десең, есінде жоқ. Олардың ойнаған образы, рөл есінде қалады. Қазіргінің айтқан есінде қалады, ертең ұмытып қаласың. Біз өнерге емес, қазір сөзге күліп жүрміз. Бірақ күндік өнерге. Енді Асқар аға, сізге тілектеспіз. Осы мәселелеріңіздің бәрі оннан шешіліп кетуіне. Әрине біздің қолымызда да керемет билік жоқ. Дегенмен де осы тыңдап отырған, көріп отырған бағдарламамызды көкірегі ояу азаматтар үн қатар бір қолдауын білдірер деген бір үміт бар. Рахмет. Енді менің де ол жоқты айтқаным әйтеуір бір ішіме жиналып қалды. Жазып та жатырмын ғой, бір көп адам естіп біліп жатыр бұны. Оған ешкім қол ұшын бере қоймайды. Қазір кім біреуден 1000 теңге сұрап та ала алмайтын заман ғой. Оны шашып бере қойған емес, бірақ хабардар болып жүрсе, менің үнім жетпей жатқанын үкіметке мүмкін сосын тыңдап отырған бір зиялы, ең болмаса, мынау обал бопты ғой деп біреу айтса екен деген ой. Маған сөз көмегі де кейбір зиялылардың, кейбір ақылды данышпандардың сөз көмегінің өзі жетіп жатыр. Кейде соның өзі жұмысталға не қылады. Мына Асқар отырып штат деп жүргенде мен көшеде халықтан сұрап отырғам жоқ, өкіметтен сұрап отырмын. Соған бір жабыла, мынаған бір қарайықшы, мынаған бір назар аударайықшы, 3 жыл болып кетіпті ғой дейтін біреулер шықпай жатыр ғой. Менің өкінішім сол. Мына сұхбатқа шақырып, мен өз бір шерім тарқатуға көмектескеніңе рахмет.